Word құжатымды қалай кітапша қылып шығарамын? Ол үшін мына қадамдарды орындайсыз. Ол үшін макет, поля, настраиваемый поля бұйрығын орындаймыз. Шыққан сұхбат терезесінен страницы, брошюра деген таңдап окей батырмасын басамыз. Үшінші қадам. Барлық беттің өлшемі A5 форматына ауысқандықтан, барлық беттегі ақпараттарды қайтадан реттеп орналастырып шығамыз. Осы қадамдарды орындап болсаңыз, енді құжатты баспаға беруге дайындау керек. Ол үшін файл, печать командасын таңдаймыз. Шыққан терезеден принтер аты тұрған жерге print to PDF деген таңдаймыз. Оның астында печать вручную на обеих сторонах деген сөз бар. Осы сөзді де белгілеп барып, печать батырмасына басамыз. Құжатты PDF форматында бірінші жағын сақтау терезесі ашылады. Файлдың атын көрсетіп окей дейміз де күтеміз. Екінші жақ беті сақтау үшін терезе ашылады. Тағы да файлдың атын жазып окей дейміз. Сақталып болған файлды ашып көресіз. Құжаттың ар жақ бер жағы PDF түрінде сақталды. Енді осы PDF түрінде печатқа бересіз. Қайталап жасаңыз, ісіңізге сәттілік.